кітапханасы. Бүгінгі іс-шарамыз ғалым, тарихшы, этнограф, фольклоршы, саяхатшы, ағартушы, кәсіби әскер Шоқан Уәлихановтың туғанына 185 жылдығына орай қазақтың ұлы ғылымы атты бейнеролик ұсынады. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов, шын есімі Мұхаммед Канафия, 1835 жылы 1865 жыл қазақтың ұлы ғылымы, 18 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократтық ағартушылық мәдениетінің тұңғыш өкілдерінің бірі. Шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы әжесі бала күнінде Шоқаным деп еркелетіп айтуымен Шоқан аталып кеткен. Шоқан 1835 жылдың қараша айында Құсмұрын бекетінде, қазіргі Қостанай облысы Сарыкөл ауданындағы Күнтемес ортасында атақты аға сұлтан Шыңғыс Уәлиханов отбасында дүниеге келген. Әкесі Шыңғыс Уәлихан ұлы сол кезде Аманқарағай дауының орталығы Қараоба мекені аға сұлтаны болған. Шоқанның өз атасы Уәли орта жүздің ханы болған. Арғы атасы Қазақ ордасының ұлық ханы Абылай Шоқан оның шөбересі. Шоқанның балалық шағы қыс кезіндегі обаған бойындағы Күнтемес ортасында, жазда Есілдің оң саласы аққан Бұрлық алабында, ата жайлауында өткен. Әжесі Айғаным тұратын Сырымбеттегі хан ордасындағы Балдәурен күндерін өткізген. Жеті жұрттың тілін білуі тиісті, хан тұқымда болғандықтан Күнтемес ортасындағы әкесі ашқан ауыл мектебінде хат танып, Шоқан сол мектепте орта ғасырлық Қыпшақ Шағатай тілін меңгереді. Шоқанның жақын туыстары естеліктерде қарағанда, ол бала кезінен білімді, бейім әрі құмар болған. Шоқан тарихы аңыз әңгімелерге ерте бастан қызыққан. Ол жастайынан дөңгелек, данагөй билердің әңгімелерін, ақындардың өлең жырларын зор ықыласпен тыңдап өткен. Шоқанның ауылдық бастауыш мектепте оқып жүріп, араб, пырса, шағатай тілдерін негіз үйреніп алды. Шыңғыс Уәлиханов білімді адам болған. Ол 1834 жылы Омбыда Сібірдің қазақ әскери училищесін бітіріп, орыс армиясында жоғары әскери шен полковник атағын алды. Және Қазақстанды басқару аппараттың бірсыпыра жауапты қызметтер атқарды. Құсмұрын округінің аға сұлтаны, Сібір қырғыздарының облыстық басқармасының кеңесшісі, Көкшетау округінің аға сұлтаны болады. Россияның алдында сіңірген еңбегі үшін оған өмірлік мұра ретінде дворян атағы берілді. Шоқанның анасы жағынан туыс нағашылары Баянауыл өлкесіндегі атақты Шармоновтар әулеті болатын. Шармонов Мұса орыс армиясының полковнигі, белгілі қазақ биі Баянауыл сыртқы округының аға сұлтаны еді. Шоқанның эпостық жырлар мен ғашықтық жырлары зерттеуі ауыз әдебиетінің інжу маржандары Лайла Мәжнүн, Қозы Көрпеш, Баян сұлу, Қыз жібек, Қыз Назым, Жүсіп Зақиқа, Еңлік Кебек сияқты ғашықтық дастандарын ұзақ таңда Шоқан сан рет тыңдап және бала кезінен қағаз бетінде түсірген. Соның ішінде әсіресе халыққа өте кең тараған Қозы Көрпеш, Баян сұлу жырына ерекше ден қойған. Шоқан Уәлихановтың еңбектеріне келетін болсақ, жоңғары очерктері, Манас, Ыстықкөл сапардың күнделігі, Алтын шаһарда сапар, қырғыздар туралы жазбалар, Шығыс Түркістан, 18 ғасырдың батырлары туралы тарихи